Ассалаумағалейкум, қалайсыздар көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін наурыз айының бірі, көктемнің алғашқы күні, 2026 жыл. Мынау өрістегі қойлар өрістен қайтып келе жатыр. Сағат кешкі 5 болып қалды. Ауа райы де керемет болып тұр, жел жоқ, тым-тырыс. Таңертең қар жауды, бүгін қойлар өріске жай шықты. 11-ге таман бір жағынан қардың үстіне тұман түсіп кетті, сосын асықпай шығардық. Қойдың арт жағы түнеу жақта өріс жұрт қойылып артында жатыр. Кілең шабан қойлар артында жатыр. Мына ауылдан бір 4 шақырымдай жер. Бұйыртса бір 3 сағаттың ішінде ауылға барады, жайлап беріп қаптап. Айдамаймын, өздері осылай бара береді жайлап. Жердің ылғалы деген не осындай. Осының алдында да негізі ылғалы болған, тек бейіті кеуіп шаңытып отқан. Оның үстіне жаңа қармен қайтадан осындай болды. Негізінде мана таңертең сол түйе шөгергенді, қарды барлығын түсіргем. YouTube маған ескерту берді, түйе шөгергенді YouTubeға салуға болмайды екен. Жан жануарларға қатысты нәпсіні ояту деп ескерту беріп, солай ол видеоны кетіріп тастауға тура келді. Оны кетіріп, қалған видеоны қиып осы видеоның артына салам, бұйырса көріп тамашалаңыздар. 5 минуттай болды өңіп жатқанына. Сөйтін жәрі берші. Мынау былтыр туып күзде суалып кеткен ақмая. Нармая деп айтады. Негізінде Нармая бұл бураның баласы. Шешесі Мая түйе, атасы бура. Бұл да боз бұйырса, бірақ бұл жай оталу керек. Себебі былтыр жазғы тұрғайып кеткен. Жазғы тұр деген мамыр айларында жобамен. Мынау бұйыл бірінші оталайды. Тұмса оталайды алдымызда. Мына түйе де боз түйе. Сосын өткендегі қорада тұрған алып қалған түйелердің ішінде біреу туды. Туғанда да бүгін түнде туған ойын. Ботасының үсті әлі кеппеген. Ботасы іште жатыр. Жабық қораның іші қазір. Күн кішкене жарық түсіңкірегесін. Қораның жарық болса түсіре кетермін. Содан кейін осы түйе келесі кезекте жаңа жиіндеп келе жатыр. Осында алып қалу керек болады. Ана қорада тұрған екінші алып қалған түйеміз, ол да туып жақын. Оның да туып жақын. Мына үйдегі тайлақты түйе сауылып тұрған. Тайлақ түйелердің ішінде тек қана 3 түйені шөгердік, 2 тұмса түйені шөгерген жоқ. Мынау шөгерілген, бірақ қаймаған сияқты. Мына үлектің қасына қайтадан келіп тұр. Сындай. Міне тайлақтар жемін салып қойдық. Жемлерін жеп жатыр. Таңертең сауылды. Қазір шөбін салып тастауым керек, жемін тоғысмасын. Ана тұз жала жатыр, әншеде тұз бар. Жаңағы туған түйені көрсетуге тырысайын сіздерге қазір. Жалпы ботасының үсті әлі кеппеген. Қазір тек бір-екі түсіріп кетті. Мына жаңағы мына түйелердің ішінде тағы шөгерілетін бір қаймал бар. Мына соларға саламыз деп қойған шөп мына түйелерге. Көбі боз түйелер, ашықтар болмау керек. Кешке қамалды жалпы олар. Кешке қамалды. 3-4 күннен бері күн деген бізде қарағаттақ болып, қара суық болып кетті. Бүгін кішкене қар жауып, күн біраз жылынды.
қар жауғасын күн біраз жылынды. Міне мына түйе оталады. Отасы міне жатыр. Әлі емген жоқ, ауызданбаған. Бұйырса кәні шаруаның бәрін шаруалап болып, оған енді үстіде кеуіп қалар. Ертең бұйырса бұйрасын жазғаннан кейін, аяқ қол сүйреп жүргеннен кейін дұрыстап әдемілеп түсіруге тырысам. Қазір енді үсті бұлжырап жатырмын. Қазір үсті бұлжырап жатыр. Ана қораның ішіне туған, мұнда келіп салып тастадық. Мына жақ қора. Шуын тастады, шуын шығарып далаға лақтырдық. Қазір ит жеп тастар. Сосын алып болған өткендегі түйелердің екіншісі міне мынау. Бұл қазір бір айға жақын асып тұр. Енді бір 2-3 күннің ішінде бұйырса туып қалу керек. Мұнда туып жатса келесі видеода міндетті түрде түсіріп көрсетемін сіздерге. Желіне жарылайын тұр бүгінгі. Құйымшағы түсіп арды бәрі босаған. Келіп тұр негізі. Бұйырса 1-2 күнде боталап қалу керек. Қойды әлі шығарған жоқпыз, қой қорада тұр. Оған себеп күн шығыс беттен тұман түсіп жатыр. Қазір қой шығарып артына еріп кету керек болады. Тұман ашылмай қалса, кешке дейін жүретін жағдай болса, тамақ ішіп кету керек болады. Осындай. Жаңа түсінбеген қарап жүрейін, түссек жаңағы қаймалды бері қарата шығарып жүру керек болады. Әлі түспеген екен. Әлі жатыр осындай. Тайлақ түйелерінде өріске шықпағанына 2 айға жақындық болды ойдым алдыңғы. Нешінші қаңтардың басынан бері тұр ғой. Қазір наурыздың басы 2 ай болып қалды. 2 ай болып қалды. Мына өткендегі мұрындықты алған түйе, түйемет деген. Бұл бір-бірін сындырып тастап, екіншісін тағып қойдық. Сындырғанда сындырмаған ғой. Жем жеп, шөп жеп жатқан осындай бір бастар тек қалып мұрындық, ана жыңғыл мұрындық. Содан сынып кеткен. Алдыңғысы бір жағынан жіңішкелеу болды, мұны сәл жуанды ойында білесіне қарағанда. Өткенде қошқарлар жемдеп жатқан. Қошқарлар. Бұларды әлі тапсырған жоқпыз. Бұйырса наурыздың басында тапсырамыз деп қойғанбыз енді бір демалыс 5-6 күннің ішінде. Мүмкін 10 шақты күн болар. Тапсырылып қалар. Мына үлкен қара қошқардың салмағы 100 килограммға жетті. Кеше шегіп көргенбіз 99-да бірдеңе болып тұр. Енді 10 шақты күнде 100-ден асып кетеді деп ойлаймын. Қазір арпасын өңкей арпа беріп отырық. Өңкей арпа. Ал мына өзіміздің қоңыр қошқар, мына ең артқы. Мына қошқар. Бұл дейтін әуелде 82 килограмм болған. Одан кейін қойға ашып, қайтып жемге салған өз салмағынан әлі келмеген 78 килограмм болып тұр. 82 килограмм деген қой түнектен келген уақытында оның үстіне жемделгеннен кейін сол кезде берген максимал салмағы сияқты менше одан артық көтере алмайды дейін. Ал мына қара қошқар келген уақытта сатып алған кезде 93 килограмм болған. Сол жемдеп 98 қылып шығарып жібергенбіз. Қойға ашып, қойға түсті. Одан кеше қойдан айырып салған кезде өте арық болып тұрған күйлер түсті бәрі қойға жағасын. Сосын кеше өлшегенімізде ол 99 болып тұр.
әлде де кететін сияқты, бұл салмақ әлде де қосатын сияқты, 2-3 кило, 3-4 кило. Сондай. Бұларда мына тұз жегелер суды қатты ішіп тұр. Алдында тұзы бітіп қалып, біраз сырып қалды тұзсыз. Қазір 10 шақты күннен бері қайтадан тұзбен жеп жатыр. Бойдақ қойлар әлі жатыр, қорада тұр. Қар қазір әлі жауып тұр, но видеодан көрінбесін білмеймін енді. Бірақ әдемі жауып жатыр. Өткендегі сиыр бұл әлі туған жоқ. Проверить берсе вообще туғанша. Өткендегі қашарымыз. Мына жақта бұзауы бар. Бұзауы мен тентек болды, адамға сатпайды. Өзінше асау түріне қарамай. Шешесі сауып тұр. Бірақ түңгілікке айырылған жоқ, тек кешке бірімеге сауып тұр. Түнімен қасына тұрады. Таңертең сиырын айырып тастаймыз да кешке сауып аламыз. Бұны енді кешке айырып тастау керек сияқты. Жайлап жем жалап үйреніп кетті, мына жерге кішкентай ем салып қойып. Мына сиырда жемді жай жейді. 1 сағаттай болды, 1 шелек жем салғанбыз. 10 литрлік шелек па, 9 литрлік па, сондай 8 литрлік па әлде. Кебек жеп жатқан. Қойларды аң-таң неге шығармай жатыр деп тұр едім. Мынау деген жылқыларға жақсы болды, қар деген. Жаңа 3-4 күннен бері қара суық болып кетті дедім, тұранның бәрі қатық болып сондай болған. Далада да көп аяқ суытын жоқ, тек тұрандардың бойында, жолдың бойында судың бәрі кетті ғой, қорғап шаңытып кетті. Жылқылар енді мынамен қарлайтын болды. Жалпы жылқы қарлағанда үлкен жылқылар қарлайды да, жабағы тайтаналарын қарлау қиын екен. Өйткені қорадағы жемдеп отқан 2 жабағымен бір айғыр өткенде қаңтардың ортасына басынан бастап қар жауды, бізде қар түсіп, қораның іші қар басып. Сол кезде айғыр дейтін 1 айдай су ішпейді, 1 ай жарымдай су апара ішпейді. Ал ана 2 жабағы суны үнемі ішіп алады, таусып алады. Содан ойладым, жақсылық қарлайды екен деп. Ал мына үлкен жылқы енді су ішпестен кетті жаңағы айғыр. Дөнен ғой. Қойларды кеше жайғамағымыз, қараңғысы 8-де. Бұларда көк қуалай ма? Өрістер шамалы, еркектің түптері көк деген, жусанның түптері. Соған жайылып 3-4 күннен бері ауылға жайға айтып жүр, қараңғы сыйған болып тұр. 8 кейде 8-ден кетіп қалады. Сол уақыттарда күн 7:30-да батады бізде. Мыналарда шөбі салынған жоқ, шөбегін сұрап тұр ғой. Өткенде қозыл қойлар қыстатып алғандар. Бәрі мен маңдай шөп. Осындай жаңалықтар. Мынау міне тұздары.
жаңа түйе тұрса үлекті айырып жаңа қаймолды мына түйелердің қасына қосып шөбін салып тастау керек. Тұрыпты ғой, айырып шөптерін салып тастайын. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.